Қайырлы таң оқушылар, математика пәнінен сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы геометриялық мазмұндағы есептерді шығару. Саяхат туралы естеліктер. 128-ші сабақ. Сабағымыздың мақсаты фигураның белгісіз қабырғасын оның периметрі мен белгілі қабырғалар арқылы табу. Бүгінгі сабақта сендердің үйренетіндерің менімен бірге қайталаймыз. Мен тіктөртбұрыштың немесе шаршының қабырғасы мен периметрін табуға арналған есептерді талдауды және шығаруды үйренемін. Келесі ендеше бірінші жаттығуға қараймыз. Бірінші жаттығуда фотосуреттерге арналған жақтауларға қараймыз. Қай фигуралардың периметрі бар деп ойлайсыңдар? Мысалы, бірінші бәйтеректің суреті тұрған шаршы. Бұның периметрін табуға болады, иә? Келесі сопақшаның периметрін табуға болмайды екен, балалар. Өйткені оның қабырғалары жоқ, иә? Ол тек қана бір немен ғана берілген. Яғни шеңбер тектес фигуралардың қабырғалары болмайды, сондықтан олардың периметрін таба алмаймыз. Келесі периметрін табуға болады. Шаршының периметрін табуға бола ма? Болмайды екен, балалар. Келесі алты бұрышқа қараймыз. Алты бұрыштың фигурасын периметрін табуға болады, яғни оның барлық бұрыштары, қабырғалары берілген. Ең соңғы шаршыға қараймыз. Шаршының периметрін табуға болады, яғни оның қабырғалары бар екен, е? Келесі тапсырманы орындаймыз. Ендеше дәптерімізді ашып, 12 мамыр саяхат туралы естеліктер деп жазамыз. Балалар, мына тапсырманы мұқият тыңдаймыз. Екінші жаттығу. Периметрі белгілі шаршының қабырғаларын қалай табуға болатынын естеріңе түсіріңдер. Балалар, периметрі белгілі шаршының қабырғаларын қалай табуға болатынын есімізге түсіру үшін мына формулаларды пайдаланайық, иә? Біз периметрін табу үшін, егер қабырғалары белгілі болса, біз барлық қабырғаларын 4-ке көбейтетін едік, шаршыда. Ал енді бізде қабырғалары белгісіз, бірақ периметр белгілі болса, демек біз бұл жерде периметрін 4-ке бөле қоямыз. Сол кезде бізде шаршының әрбір қабырғасы шығады екен. Келесі, периметрі және бір қабырғасы белгілі тіктөртбұрыштың белгісіз қабырғасын қалай табуға болатынын есіңе түсір дейді. Балалар, оны қалай табуға болатыны туралы формулаларды есімізге түсіреміз. Мұқият тыңдап отырамыз. Балалар, егер тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін біз алдымен екі қабырғасын бір-біріне қосып алып, одан кейін оны 2-ге көбейтетін едік, иә? Енді бізде кез келген бір қабырғасын немесе ұзындығын немесе енін табу үшін біз мысалы ұзындығын табу үшін А тең деп белгілейік, иә? А тең периметр белгілі болса, периметрін 2-ге бөлеміз және содан Б қабырғасын азайтамыз екен. Ал егер Б қабырғасы белгісіз болса, біз дәл осылай периметрін 2-ге бөлеміз және одан белгілі А қабырғасын азайтамыз. Сонда бізде Б қабырғасы шығады екен. Балалар, осы формулаларды дәптерге жазып аламыз. Енді осы формулаларға сүйене отырып, мына 4-ші есептерді шығарайық. Балалар, барлық қабырғаларын біз периметр деп атаймыз, е? Ал ұзындығын А деп алайық, ал енін Б деп алайық, е? Ендеше, мына есептерді шығарайық. Шаршы қабырғаларының ұзындығы 9 сантиметр дейді. Периметрі нешеге тең дейді, балалар? А нұсқасына қараймыз.
А тең бізде, яғни барлық қабырғалары 9 сантиметрге тең екен. Біз енді периметрін табуымыз керек. Бұл жерде біз жаңа жазған P тең А көбейтілген 4 формуласын қолданамыз. Яғни P тең бізде А деп отырғанымыз 9 сантиметрге, 9 сантиметрді 4 қабырғасына, шаршының 4 қабырғасы бірдей болады, яғни 4-ке көбейтеміз. 9 бен 4-тің көбейтіндісінің мәні 36-ға тең екен. Келесі Ә нұсқасына қараймыз. Тіктөрт бұрыштың ұзындығы 7 сантиметр және ені 3 сантиметр. Периметрін тап дейді. Балалар, бұл жерде енді тіктөрт бұрыш беріліп тұр, бізге. Ендеше А тең 7 сантиметр бұл ұзындығы, Б тең 3 сантиметр бұл ені. Енді біз барлық қабырғаларын, яғни периметрін табуымыз керек. Біз бұл жерде жаңа тіктөрт бұрышта есімізге түсірген формуланы пайдаланамыз, яғни P тең жақша ішіндегі А қосылған Б көбейтілген 2. Бұл формуланы қолдана отырып, өздерің мына есепті ары қарай жалғастыра аласыңдар деп ойлаймын. Ендеше Ә нұсқасының жауабын тапқаннан кейін Б нұсқасына көшеміз. Шаршының периметрі 32 сантиметр. Қабырғаларының ұзындықтарын тап дейді. Балалар, біз жаңа кері амал ретінде есептер шығаруды үйрендік, яғни бізде бұл жерде периметрі беріліп тұр, бірақ қабырғалары белгісіз. Демек біз P тең 32 сантиметр деп аламыз. Ал А қабырғаларының ұзындықтарын табу үшін А тең сұрақ белгісін қоямыз. Біз қабырғаларының ұзындықтарын табуымыз керек. Егер шаршы болса, балалар, ол белгілі, шаршының төрт жағындағы қабырғаларының ұзындықтары бірдей болады. Сондықтан А тең P бөлінген Т деген формуланы, P бөлінген 4 деген формуланы қолданамыз. Яғни А тең бізде периметрі 32, демек соны 4 қабырғасына бөлеміз. 32-ні 4-ке бөлеміз. Сонда бізде шаршының әрбір қабырғаларының ұзындығы шығады екен. Бұл тапсырманы да ары қарай өздерің жалғастырыңдар. Келесі 5-ші есеп, балалар. 5-ші есепте теңдеулерді шеш дейді. Балалар, теңдеуді шешуді ұмытып қалмаған шығарсыңдар. Ендеше мына берілген бірінші үлгіге қарап отырып, қасындағы екі теңдеуді шешеміз. Кітаптағы барлық теңдеуді орындау қажет емес. Тек қана мен берген теңдеулерді дәптерге жазып алыңдар. Және де балалар, үй тапсырмасына 6-шы есепті аламыз. Көбейту кестесін ұмытып қалмаған боларсыздар. Ендеше мына көбейтуге, бөлуге берілген есептерді сендер тез шығара аласыңдар деген ойдамын. Сендерге үй жұмысын орындауда сәттілік тілеймін.